Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте оңай әрі жылдам дайындалатын құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай құймағымыз өте жұқа, нәзік, әрі өте дәмді шығады. Сізге де жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін біз ең алдымен жұмыртқаны жарып, венчикпен немесе миксермен айналдырамыз. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. Сізде өз қалауыңызша көлеміне қарай қоса беріңізге болады. Келесі 200 грамм қант, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық сода және 200 грамм сүт пен қаймақ, сондай-ақ сұйық май қосып бір араластырып аламыз. Одан соң 300 грамм ұнымызды қосамыз. Ұнымыз еліктен өткен болу керек. Мен өткізіп алғам алдын ала. Енді оны жақсылап араластыра отырып, 200 граммдай қайнаған суымызды қосамыз. Қайнаған суды араластырып отыра құйса, өте жақсы масса шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте сұйық масса шықты. Қою болып кетпесін. Қою болған жағдайда құймағымыз қалың болып кетеді. Пісіруді бастаймыз. Табаны жоғары отқа қойып, сұйық майды жұқалап жағып, құймақты бірінен соң бірін пісіре береміз. Піскен құймақтардың арасына көбісі сары май, яғни сливочное масло жағады. Бірақ мен жақпаймын, өйткені аса майлы болып кететін сияқты. Сондықтан да сіздер өз қалауларыңызша сары май жақсаңыздар болады. Осымен құймақтарымыз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасайды деген үміттемін. Егер рецептім ұнап жатса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.